Баршаңызға қайырлы күн достар. Көптен бері каналыма видео салынбай кетті, сол үшін сіздерден кешірім өтінемін. Енді тұрақты түрде сіздермен пайдалы контентпен бөлісіп тұруға тырысатын боламын. Бүгінгі сабағымда жалпы YouTube'да сапалы түрде канал жүргізудің жолдарымен сіздерді таныстырғым келеді. Яғни YouTube'ды жүргізуді нөлден бастап осы сабағымда айтатын боламын. Ең алдымен сіздің істеуіңіз керек әрекет ол ниша таңдау. Яғни сіз канал ашпастан бұрын, видео түсірместен бұрын сіз қандай контент жасайсыз, қандай бағытта видео түсіргіңіз келеді, қандай ниша таңдағыңыз келеді, соны анықтап алуыңыз керек. Ниша таңдаған кезде мына нәрселерге мән беріңіз. Сіз өзіңізді көрсетуге дайынсыз ба? Бет әлпетіңізді камерада көрсете аласыз ба? Камераға қарап сөйлей аласыз ба? Немесе өзіңізді көрсетпей, кадрдан тыс видеолар жасағыңыз келеді ме? Сонымен қатар, үшінші бағыты ол жасанды интеллект арқылы сіз өзіңіздің дауысыңызды да, өзіңізді де қоспай, яғни сіздің қатысыңызсыз видеолар жасауға мүмкіндігіңіз бар. Осы нәрселерді ескере отырып, өзіңізге қажетті нишаны таңдап алыңыз, содан кейін жұмысқа кірісе берсеңіз болады. Ниша таңдалды. Екінші жұмыс сізде ол канал ашу. Каналды дұрыс параметрлермен ашуыңыз қажет. Ол үшін қазір менің каналымда осыған дейін жүктелген видео бар болатын. Соны сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Сол видеоны қарап, ұсынылған кеңестер бойынша каналды дұрыстап ашып алыңыз. Телефон арқылы YouTube каналын ашу үшін ең алдымен сіздер YouTube-қа кіресіздер. Содан кейін ең астыңғы жақта осындай дөңгелек тұрады. Соған басқан кезде сізге осындай терезе ашылады. Және добавить аккаунт деген бөлімге кіресіз. Осы жерден продолжить дейміз. Және осы жерден создать аккаунт дегенді басасыздар. Для работы и бизнеса деген таңдаймыз. Енді атыңызды және фамилияңызды жазасыз осы жерге. Қаламқас Маметова деп жаздым. Далее деп басасыз. Осы жерге өзіңіздің туған күніңіз, айыңыз, жылыңыз, жынысы деген жерге толығымен толтырып шығасыздар. Және осы жерден Google сізге өзінің варианттарын ұсынады, почтаңыздың аты қалай болатынын. Өзіңізге ыңғайлысын таңдайсыз, немесе өзіңізге ұнамаса, басқасын да жазсаңыз болады, создать новый деп. Мен біреуін таңдай салдым. Мына жерге пароль жазасыз. Сенімді пароль болу керек, өзіңіз ұмытып қалмайтындай. Міндетті түрде блокнотқа бір жерге почтаңызды және пароліңізді жазып қойыңыз, кейін сізге міндетті түрде керек болады. Далее деп басасыз. Ең астына өтіп, принять дегенді басуыңыз керек. Міне загрузка болып жатыр. Қазір біздің ашқан каналымыз пайда болады. Міне біз каналға кірдік, әлі канал толық ашылған жоқ. Енді аккаунтқа кіргеннен кейін осы жерде создать канал деген кнопканы басуыңыз керек міндетті түрде. Каналыңыздың атын өзіңіз қалағандай етіп өзгерте аласыз. Және бастапқыдай осылай YouTube'дың өзінің ұсынған атауы тұрады. Оны сіз өзгертсеңіз болады, немесе сол қалпында қалдырсаңыз да болады. Бірақ желательно өзіңізге ыңғайлы қылып өзгерткеніңіз дұрыс. Мен осылайша тек қана Қаламқас Маметова деп қалдырамын. Маметова Қаламқас деп. Және аты жөніңізді толық толтырып болғаннан кейін осы сохранить деп, создать канал деп басасыз. Міне енді каналыңыз жұмыс істеуге сіздің толығымен дайын. Сіз каналыңызды аштыңыз, атауы дайын. Енді каналдың оформлениясына кіріссеңіз болады. Ол үшін каналдың баннерін және аватаркасын жүктеуіңіз керек. Келесі видеода егер қаласаңыздар, каналдың оформлениясын жасауды, каналдың баннерін қалай жүктеу керек, қандай размерде қолданған дұрыс, және қандай приложениеде жасауға болады, соның барлығын көрсететін боламын. Егер осы ақпарат сізге қажет болса, міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіз. Канал ашылды.
Енді келесі әрекет сізде видео түсіру немесе видеоңызды жасау, яғни монтаждау, содан кейін оны жүктеуіңіз керек. Егер видеоны дайындап қойған болсаңыз, онда келесі әрекет оны жүктеу. Жүктеген кезде мына нәрселерге назар аударсаңыз, онда сіздің видеоңыз 100% қаралым жинайды. Бірден жинамаса да, сіз тұрақты түрде контент жасап отырсаңыз, контент салып отырсаңыз ютубқа, онда видеоңыз міндетті түрде қаралым жинайды. Ол үшін мына кеңестерді ескеріңіз. Ең алдымен видеоңыз сапалы болу керек, әрине, яғни конкуренцияға лайықты болу керек. Екіншіден, ол видеоңыздың атауы, яғни названиясы, заголовок, адамды тартатындай, қызықтыратындай болу керек. Бас әріптерді қолданыңыз. Ол жерде бір ғана сөйлем емес, бірнеше сөйлем жазыңыз. Сол кезде сіздің видеоңыз адамдарды қызықтырады. Сөйлемдерді біріне бірін жабыстырмай, арасында нүкте қойып, немесе сызықша, таяқша қою арқылы бөліп жазсаңыз түсінікті болады. Содан кейін тақырыбы таңдалғаннан кейін келесі жасайтын нәрсеңіз, ол видеоны жүктегеннен кейін жоғарғы жақ, сол жақ бұрышында экранның обложкасын жүктеуге арналған плюс батырмасы болады. Соны басып, видеоңыздың обложкасын, яғни оны превью дейді. Превьюді міндетті түрде жүктеуіңіз керек. Егер сізде превью болмаса, онда видеоңыздың обложкасында бір случайный кадр болып қалады. Ал ол случайный кадр адамдар татпайды. Сондықтан арнайы әрбір видеоңызға обложка жасаңыз. Обложканы Canva приложениясы арқылы жасайтын болсаңыз, өте ыңғайлы. Сол жерде шаблондардың түрлері өте көп. Оны кейінірек тағы сіздерге келесі видеода бөлек видео ретінде, бөлек тақырып ретінде түсіріп көрсетемін. Енді обложкасы жүктелді, тақырып таңдалды. Келесі описание. Міндетті түрде видеоңызда описание болсын. Мысал ретінде қазір көп қыз-келіншектер рецепттер түсіретін канал жасап жатыр. Егер сізде мысал ретінде бұны айтайын, рецепт түсіретін канал болса, онда жаңағы описанияға міндетті түрде рецепттің жазбаша нұсқасын қалдырыңыз. Қазақша, орысша, ағылшыншасында қоссаңыз болады. Міндетті түрде болу керек. Описание кез келген рецепт қана емес, кез келген видеода. Және описание жазылып болғаннан кейін, описанияға не жазамын деп ойлап отырсаңыз, ең бірінші каналыңыз жайында. Сәлем достар, менің каналымда сіздерге ютубта пайдалы ақпараттармен, кеңестермен бөлісемін. Бүгінгі видеода осындай ақпарат деген сияқты описание жазасыз қысқаша. Содан кейін ең астына описанияға хэштегтер қойыңыз. Сіздің каналыңыздың нишасына байланысты. Бірінші каналыңыздың нишасына байланысты хэштегтер, одан кейін жеке брендіңізге байланысты қойсаңыз болады. Содан кейін барып жаңағы видеоңызға байланысты хэштегтерді міндетті түрде қойып отырыңыз. Ол сіздің видеоңыздың охватын көбейтеді. Охват көбейген кезде әрине просмотр да көп болады. Осыдан кейін сіз видеоңызды жүктеуге жіберсеңіз болады. Және тегге қоссаңыз да болады. Тег дегеніміз ол ключевой сөздер, кілт сөздер. Сіздің видеоңыз, каналыңыз жайында кілт сөздерді де міндетті түрде қосып өтсеңіз, ол да сіздің охватыңыздың өсуіне көмегін тигізеді. Осылайша видеоңызды жүктеу батырмасын басқан кезде сізде возрастной категория таңдайтын бөлім шығады. Сол жерден егер де сіздің каналыңыз арнайы балаларға, кішкентай балаларға арналған канал болса, онда видео для детей деген таңдайсыз. Сіздің видеоңыз YouTube Kids'тан шығады. Ал егер ондай болмаса, барлық жастағы адамдарға жарайтын болса, қажетті батырманы, соның астындағы батырманы басасыз да таңдай бересіз. Содан кейін барып видеоңызды загрузить деген батырманы басып, жүктеп қойсаңыз болады. Бірінші видеоңыз салынды, егер осы нәрсенің барлығын жасаған болсаңыз, құттықтаймын сізді. Одан кейін екінші айтылып өту керек нәрсе, ол тұрақтылық. Сіз ютубқа видео салғаннан кейін, бір видео салдыңыз, 2, 3, мейлі 10 салдыңыз, сіз бірден табысқа шығасыз деген сөз емес. Бұл жерде әр адам табысқа әр түрлі шығады. Кейбір адамдар жылдап контент жасаса да табысқа шықпауы мүмкін. Себебі стабильность болмауы мүмкін. Яғни сіз видеоны салдыңыз ба, өзіңізге блокнот арнаңыз, сол жерге жазыңыз. Мен ютубқа видеоны әр сәрсенбі және әр жұма күндері саламын. Немесе күнделікті саламын, оны өзіңіздің бос уақытыңызға байланысты қойыңыз. Шамаңыз жететін мақсат қойыңыз алдыңызға. Себебі сіз өзіңізге көп жүктеп арқалап алсаңыз,
оны орындай алмай қалсаңыз, сізде қиындықтар туындаса, сізде выгорание тез болады да бастаған жұмысыңызды аяқсыз қалдыруыңыз мүмкін. Сондықтан да тезірек мақсатыңызға жету үшін алдымен кішкентай қолжетімді мақсат қоюыңыз керек. Соған жеткеннен кейін келесісін қоясыз. Солай сіз постепенно пошагово көтерілесіз. Бұл жерде де дәл солай. Сіз қазір күнде басында мысалы ютубты ашқан кезде күнде видео салып жүрсіз, одан кейін сіз бір ай саласыз, шаршайсыз. Мен әлі табыс тауып жатқан жоқпын, не үшін жасап жатырмын деп ойлауыңыз мүмкін. Бір айдың ішінде мысалы редкость ол бір айдың ішінде монетизация қосып алатын адамдар. Бірден сізде қосылмай жатса, сондай ой келеді, тастап кетуіңіз мүмкін жұмысты. Сол үшін, ондай болмас үшін аптасына 1 рет немесе аптасына 2 рет деп өзіңізге график жасап алыңыз. Егер бос уақытыңыз болса, онда аптасына 3 рет деген сияқты. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай контент план жасап, сонымен тұрақты түрде, міндетті түрде тұрақты жұмыс жасаңыз. Егер сіз мысалы қандай да бір себеппен сет ұстамайтын жаққа, білмеймін, командировка дейік, той дейік, әртүрлі себептермен алысқа сапар жүріп бара жатсаңыз, сол сапарда сізде видео жүктеуге мүмкіндік болмайтынын білсеңіз алдын ала, онда запланировать публикацию деген бар. Видеоны алдын ала түсіріп дайындаңыз да, загрузить деген жерден опубликовать сейчас емес, жаңағы запланировать публикацию дегенді басып, қай күні керек сізге, мысалы желтоқсанның 1-інде жариялану керек, таңғы сағат 9-да немесе түскі сағат 12-де деген сияқты. Батырманы таңдап, міндетті түрде планирование публикация жасап қойыңыз. Сол кезде сіз өзіңіздің контент планыңыздан ауытқымайтын боласыз. Осындай кеңестер айтар едім. Және жаңағы видео барысында айтылмай кеткен ақпарат ол монтаждау видеоны. Видеоны монтаждап жатқан кезде мен өзім жалпы қолданатын ол CapCut және InShot приложениялары. Видеоңызды монтаждап жатқан кезде міндетті түрде футаждар қосып өтіңіз. Футаждар сіздің видеоңыз арқылы өзіңізге подписчик тартуға көмектеседі. Яғни сіз видеоңызды түсіріп жатқан кезде де міндетті түрде айтып өтіңіз. Достар, менің каналыма тіркеліп өтіңіздер, лайк басыңыз, пікір жазыңыз деген сияқты. Осылай айтсаңыз, сонда адамдар сізге көбірек лайк басады, көбірек тіркеледі. Яғни сіз адамдарға айтып отырған кезде ғана істейді ол кісілер оны. Егер сіз айтпасаңыз, айтуға ұялсаңыз, онда тіркелетін адам саны да аз болады. Сондықтан міндетті түрде видеоның басында, аяғында осы сөзді айтуыңыз керек. Және сөзді ғана айтып қоймай, жаңағы мен айтқан футажды қосасыз. Футаж дегеніміз осындай каналыңызға адамды тіркелуге, лайк басуға шақыратын батырма дейік, стикер десек те болады. Қазір экранға шығарып көрсеттім. Осындай лайфхактарды қолданып, сіз YouTube каналыңызды тез, жылдам дамыта аласыз. Сонымен қатар, достар, менің қазіргі таңда Instagram каналымды, Instagramдағы парақшамды лайфстайл стилінде жүргізіп, яғни күнделікті өмірді түсіру арқылы табыс тауып отырған жайым бар. Сонымен қатар YouTube бар, өздеріңіз білетіндей. Сондықтан қазіргі таңда мен сіздерге тек қана осы жерде ғана пайдамды тигізбей, қалаған адамның әрқайсысымен жеке-жеке жұмыс жасаймын деп шештім. Яғни тура 1 аптадан кейін менің марафоным басталады. Ол жерде сіз Instagram жүргізуді 0-ден бастап үйренесіз, YouTube жүргізуді 0-ден бастап үйренесіз. Сонымен қатар сыйлыққа футаждар беріледі әртүрлі түрлерімен, және үздік болған студенттеріме арнайы блогер боксым бар. Ол жерде сізге сапалы петличка, ринглайт, сонымен қатар менің қазіргі телефонымды ұстап тұрған сияқты штатив ұсынылады. Осындай бастапқы жиынтықты алып, өзіңіздің блогерлік өміріңізді бүгін бастай аласыз. Егер де сіз менің марафоныма тіркелгіңіз келсе, төменде көрсетілген WhatsApp номеріме жазыңыздар, толық ақпарат беріледі. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды, тіркелуді ұмытпаңыздар. Және келесі видеода мен қандай тақырыпты қозғайын, соны комментарийға міндетті түрде жазыңыздар. Мен оқып, сол тақырыпта видео түсіруге тырысатын боламын. Сау болыңыздар.